Кез келген психологиялық мәселемен жұмыс екі деңгейден тұрады. Біріншісі, мәселеге қатысты менталды материал жазып беру. Ал екіншісі, сол материалдан жағымсыз сезімнің қуатын азайтуға бағытталған қандай да бір материалды пайдалану. Осыдан соң сезім қуаты азайған кезде, менталды материалға онша әсерлене қоймайсыз. Нәтижесінде оның болашақта көрініс табуына тосқауыл боласыз. Сонымен қатар, менталды материалмен жұмыс жасау өзіңнің психологиялық жағдайыңа саналы түрде қарай бастауға көмектеседі. Психологияда өкпе, ренішті кешіретін тиімді тәсілдер бар. Ренжімеуді, ренжіткен адамды мәңгі кешіруді қалай үйренеміз? Мүмкін деген реніштерді кешіріп, оларды көңілден кетірумен жұмыс жасау өте маңызды. Ренжіткенді кешірудің бір тәсілі, сол ренжіткен адамға хат жазу, әлбетте оны қолмен жазуға тура келеді, өйткені ол барлық нәрсені жіктеп жазуға және барлық ренішті сыртқа шығарып тастауға көмектеседі. Жазып болған соң ол қағаз не жыртылады, не өртеледі. Хатты ренжіткен адамға берудің қажеті жоқ. Хат бір парақ қағазға, нақты бір адамға қаратылып жазылуы керек. Егер реніш өте терең болмаса, онда осы жеткілікті. Егер ол терең болса, онда психолог немесе психотерапевттің көмегіне жүгінуге тура келеді.